Мен қазір өтейін деп жатқан тақырыптан ұбт-да кемінде 2-3 сұрақ келеді. Сондықтан сабақты мұқият тыңда. Егер барлығын жақсы үйреніп алатын болсаң, ұбт-дан 2-3 балл артық жинадың деген сөз. Олай болса, осы тақырыппен танысып шығайық, үйреніп алайық. Кеттік. Бұл тақырып санау жүйелері, санау жүйелерінің түрлерімен танысамыз. Олар ондық, екілік, сегіздік, 16-лық. Олардың бірінен екіншісіне айналдыруды үйренеміз. Мысалы, ондықтан екілікке, немесе ондықтан сегіздікке деген сияқты. Және керісінше, сегіздіктен ондыққа, 16-лықтан ондыққа, екіліктен ондыққа деген сияқты. Содан кейін сабақтың соңында жалпы осы тақырыптан ұбт-да келген екі тапсырманы талдайтын боламыз. Онда кеттік. Ең бірінші санау жүйелері дегеніміз не, сонымен танысып шығайық. Жалпы сандарды жазу үшін біз арнайы ережелер қолданамыз. Мысалы, 567 санын жазған кезінде біз бірінші тұрған 5 ол жүздік екенін, 6 ондық екенін, 7 бірлік екенін білеміз. Және осы 567 санын көрген кезінде біз оның мәнін жалпы біле аламыз. Яғни үлкен ба, кіші ма деген сияқты. Екіншіден, санау жүйелері арқылы біз арифметикалық амалдарды орындай аламыз. Мысалы, қосу, азайту, көбейту, бөлу деген сияқты. Санау жүйелері екіге бөлінеді екен, олар позициялық және позициялық емес болып. Енді олардың бір-бірінен айырмашылығын қарайық. Бірінші позициялық. Позициялық санау жүйелерінде тізбектегі санның тұрған орны оның мәніне тікелей байланысты болады екен. Мысалы, 712 деген санды алатын болсақ, осы жердегі 7 санын тізбектің соңына қарай ауыстырып жіберетін болсақ, 127 болып өзгеріп кетеді. Яғни тізбекте тұрған кез келген санның тұрған орны оның мәніне тікелей байланысты болады. Ал келесісі бізде позициялық емес. Бұл жақта керісінше тізбекте тұрған санның орны оның мәніне ешқандай мағына бермейді. Мысалы ретінде біз рим цифрын алсақ болады. Рим цифрында 712 деген санды жазу үшін біз D, C, C, X, I әріптерін қолдандық. Бұл жерде бағанағы сияқты 7-нің орнын ауыстырса, мағынасы өзгеріп кетеді, яғни мәні өзгеріп кетеді деген жоқ. D деген бұл бізде 500 деген мәнді береді. Яғни D-дің орнын қалай ауыстырсаңыз да, ол 500 болып тұрады. Бұл жақта, яғни тізбектегі санның тұрған орны оның мәніне ешқандай мағына бермейді екен. Позициялық және позициялық емес санау жүйелерінің айырмашылығын сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Позициялық емес санау жүйесіне мысал ретінде рим цифрын келтірдім. Енді позициялық санау жүйелерімен танысып шығайық. Олар төртеу екен. Ондық, екілік, сегіздік, 16-лық. Әр қайсысының атауы ол қанша символдан тұратынына байланысты қойылған. Мысалы, ондық санау жүйесі 10 символдан тұрады. Олар 0 мен 9-дың аралығындағы символдар. Екілік санау жүйесі 0 мен 1-ден тұрғаннан кейін екілік деп аталынған. Яғни 2 ғана символдан тұрады. Сегіздік деген 8 символдан тұрады, 16-лық 16 символдан тұрады. Біз күнделікті өмірде ондық санау жүйесін қолданып жүрміз. 0 мен 9 аралығындағы символдар арқылы біз кез келген санды өрнектей аламыз. Мысалы 145, 354, мысалы 515 деген сияқты кез келген символдар осы ондық санау жүйесі арқылы өрнектеліп жатыр. Яғни күнделікті өмірде ондық санау жүйесін қолданып жатырмыз. Ал екілік, сегіздік, 16-лық санау жүйелері бұл күнделікті өмірде қолданылмайды. Бұлардың қолданатын жері көбінесе программалауда. Енді бүгінгі біздің үйренуіміз керек негізгі зат бұл бір санау жүйесінен екінші санау жүйесіне айналдыруды. Мысалы, ондықтан екілікке, ондықтан сегіздікке, ондықтан 16-лыққа деген сияқты. Немесе керісінше, екіліктен ондық санау жүйесіне, сегіздіктен ондыққа, 16-лықтан ондыққа. Ең бірінші ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне айналдыруды үйренейік. Қараңыздар, қазір бізде ондық санау жүйесінде келтірілген 37 санын мен екілік санау жүйесіне айналдырайын деп жатырмын. Ол үшін 37 санын жазып аласыздар және оны бағанда бөлу бойынша 2-ге бөліп шығасыздар. Неге 2-ге? Себебі біз екілік санау жүйесіне айналдырып жатқан үшін 2-ге бөліп шығамыз. Ең бірінші, мына жақта 37-ні 2-ге бөлген кезінде 18 деп береміз. 18 2-ге бөлген кезде 36 болады. Қалдық 1. 18-ді 2-ге бөлеміз. 9-дан келеді. 9 2 18. Қалдық 0 болады. 9-ды 2-ге бөлеміз. Бізде шыққан мән 4-ді 2-ге бөлгенде 8 болады. Қалдық 1 болады. 4-ді 2-ге бөлеміз. 2-ден келеді. 2 2 4. Қалдық 0 болады.
соңғысы 2-ні 2-ге бөлген кезде 1-ден береміз, 2 қалдық 0 болады. Не үшін мен қазір қалдықтарды жазып шықтым? Себебі бұл қалдықтар бізге керек. Бізде қалдық соңынан бастап жазып шығамыз. 1, 0, 0, 1, 0, 1. Қараңыздар. Енді осыны аламыз да біз соңынан басына дейін жазып шығамыз. Бізде 1, одан кейін 0, одан кейін 0, 1, 0, 1 екен. 37 саны ондық жүйеде келтірілген. Екілікке айналдырған кезінде мынаған тең болады екен. Түсінікті ма? Енді біз керісінше айналдырып үйренейік. Екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне айналдырамыз. Бірінші мына санды жазып аламыз. 1, 0, 1, 1, 0 жазып алдық. Енді екілік санау жүйесінен ондыққа айналдыратын кезде артынан бастап дәрежелерін қойып шығамыз. 0-ден бастаймыз. 0, 1, 2, 3, 4. Міне осылайынан қойып шығады екенбіз. Содан кейін не істейміз? Қазір көрсетемін. Бірінші санды аламыз, ол бізде 1. Одан кейін оны көбейтеміз 2-ге, оны 2-нің 4 дәрежесіне. Неге 2-ге? Өйткені біз екілік санау жүйесінен айналдырып жатқан үшін 2-ге көбейтіп отырамыз. 1 көбейтілген 2, оның 4 дәрежесі. Қосылған 0 көбейтілген 2-нің мынау 3 дәрежесі. Қосылған 1 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі. Қосылған 1 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі. Қосылған 0 көбейтілген 2-нің 0 дәрежесі. Бұл тең болады екен. 2-нің 4 дәрежесі 16, 16-ны 1-ге көбейткенде 16 болады. 0-дерді 1-ден жойып тастасақ болады, өткен санды 0-ге көбейткен кезде бәрібірде 0 шығады. Одан кейін оны қосамыз, бірақ бұны жазып жүріңіздер. Егер жазбасаңыздар, саннан қателесіп кетулеріңіз мүмкін, сондықтан жазғандарыңыз дұрыс. 16 плюс 1, 2-нің квадраты бізде 4, 4-ті 1-ге көбейткен кезде 4 болады. Қосылған 2 бірім 2-нің 1 дәрежесі 2, оны 1-ге көбейткен кезде 2 болады. Жауабы 22 болады екен. Бұл ондық жүйеде келтірілген. Яғни екілік жүйеде келтірілген мына санды ондыққа айналдырған кезде 22-ге тең болады екен. Келесі біз ондық санау жүйесінен 8-дік санау жүйесіне айналдырып үйренеміз. Бірінші 103 деген санды жазып аламыз. Оны аламыз да дәл бағанағыдай екілікке айналдырған сияқты баған бойынша бөліп шығамыз. Біз мына жақта 8-дікке айналдырып жатқаннан кейін 8-ге бөлеміз. 103-ті 8-ге бөлген кезінде ең жақыны бізде 12-е. 12-ні 8-ге көбейтсеңіздер 96. Қалдық қалады бізде 7. 12-ні тағы да 8-ге бөлеміз. 1-ден береміз. 8 қалады 4 қалдық. Енді осыны қалдықтарын біз алып аламыз. 1, 4, 7 және осыны керісінше жазып шығамыз. Біздегі ондық жүйеде келтірілген 103 саны 8-дікке айналдырғанда 147-ге тең болады екен. Түсінікті ғой, олай болса мен қазір сіздерге керісінше 8-дік жүйеден ондық жүйеге айналдырып берейін. Керісінше айналдырамыз. Ол кезде 721-ді жазып аламыз. 721, кәмен басқа фломастер таңдайшы. Көрінбейді онша. Сағын таңдай. 721 8-дік жүйеде келтірілген. Төбесіне дәрежелерін жазып шығамыз. 0-ден бастап, артынан бастаймыз. 0, 1, 2. Енді қалай жасаймыз? Қараңыздар. Ең бірінші 7-ні аламыз. Оны көбейтеміз 8-дің мына 2 дәрежесіне. Неге 8? Өйткені мына жақта біз 8-дік жүйеден алмастырып жатырғаннан кейін 8 жазамыз. 7 көбейтілген 8-дің 2 дәрежесі. Қосылған 2 көбейтілген 8-дің мана 1 дәрежесі. Қосылған 1 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі. Соңғы 0-де. Тең болады 8-дің квадраты 64. Оны 7-ге көбейтетін болсаңызда 448-ге тең. Плюс
8 2-ге көбейтеміз, 16-ға тең. Қосылған 8-дің 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады. 1-ді 1-ге көбейтсеңіз 1, е. Осыдан жауап бізде 465 шығады екен. Яғни 721 8-ге жүйеде келтірілген, ол 10-дық жүйеге алмастырған кезінде 465-ге тең болады екен. Түсінікті ғой? Кеттік. Бірінші 10-дықтан 16-лыққа айналдырып үйренейік. Ол үшін бірінші 419-ды жазып аламыз, және оны бағандап бөлеміз, бағанағыдай. Бұл жерде 16-лыққа айналдырып жатқаннан кейін 16-ға бөлеміз. 16-ға бөлген кезінде 26-дан береміз, ең бірінші. 26-ны 16-ға көбейтсек, 416 болады екен. Қалдық бізде 3. Одан кейін 26-ны 16-ға бөлеміз. Бұл жерде 1-ден береміз. 16, 10 қалдық қалады. Енді осыны қалдықтарды жазып шығайық. Олар бізде 1, 10 және 3 деген қалдықтар бар, е. 1, 10 және 3. Енді қараңыздар. Осы жердегі 10 деген санды біз бағана ең бірінші слайдқа оралатын болсақ, 10 деген санды біз А деген әріппен ауыстырған едік, 16-лық жүйеде. Сіз 10 дегенді А деп жазасыз. Сондықтан мына жерде неке? Біз мына 1, 13 деп жазбаймыз. Мынау 10 дегенді А мен ауыстырамыз. Сонда бізде 1, А, 3 деген жауап шығады. 419 10-дық жүйеде келтірілген санды біз 16-лыққа ауыстырған кезде 1, А, 3 деген жауапты алады екенбіз. Егер 10-дықтан 16-лыққа түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, керісінше айналдырып үйренейік, яғни 16-лықтан 10-дыққа айналдырамыз. Бірінші жазып алайық. 3, F, A. Енді бағанағы бірінші слайдқа оралайық. Бізде F деген сан ол бізде 15-ке тең, е? Ал A деген сан 10-ға тең. Осыны біз бірінші мынаға жазып алуымыз керек. 3, F деген ол бізде 15-ке тең, ал A деген 10-ға тең. Жазып аламыз. Одан кейін осылардың үстіне дәрежелерін қойып шығамыз. 0 артынан бастаймыз, 0-ден бастаймыз. 0, 1, 2. Одан кейін 3 бағанағыдай жазып шығамыз. 3 көбейтілген. Бізде 16-лық жүйеден ауыстырып жатқанда 16 деп жазамыз. Және дәрежесін жазамыз. Дәрежесі 2. Қосылған 15 көбейтілген 16-ның мынау 1 дәрежесі. Қосылған 10 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Тең болады, мынау 6. 16-ның квадраты бізде қанша? 256 ма? 16. 3 көбейтілген 16-ның квадраты бізде 768-ге тең. Плюс 15 көбейтілген 16 тең болады 240-қа. Плюс 16-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең, 10 көбейтілген 1 10-ға тең. Осылардың қосындысы 1018 шығады екен. Сонда жауап 16-лық жүйеде келтірілген F3FA тең болады екен 1018-ге 10-дық жүйеде. Бір, екі, үш. Сіздерге бүтін сандарды айналдыру түсінікті болды деп ойлаймын. Онда бөлшек сандар қалай айналады екен, соны үйреніп шығайық. Ең бірінші, мына мысалды келтірейік. 0,625 деген, е? Ол үшін біз мына жаққа бір сызықты сызып аламыз. Содан кейін мынау 0,625-ті аламыз да 2-ге көбейтеміз. Неге 2-ге көбейтеміз? Бағана біз бүтін сандарды айналдырған кезінде 2-ге бөлетін тұғымыз, е? Ал біз жерде керісінше көбейтеміз. 0,625 2-ге көбейтілгенде шығады 1,125. Енді қараңыздар, мынау үтірдің сол жағындағы тұрған санды мынау сызықтың сол жағына жазамыз. Оң жағында тұрғандарды оң жағына жазамыз. 0, бірақ енді 0 бүтін болып тұрады ғой. Сондықтан 0,125 болып жазылады. Келесі осы енді 0,125-ті аламыз да тағы да 2-ге көбейтеміз. 0,125-ті көбейтеміз 2-ге, шығады 0,5.
сол жағын мына жаққа жазамыз, оң жағын мына жаққа жазамыз. 0,5. Одан кейін осы 0,5-ті аламыз да, тағы да 2-ге көбейтеміз. Шығады бізде 1. Үтір қойсақ болады 0. 1, мына жаққа 0 жазылады. Енді ары қарай 0-ді 2-ге көбейткенмен бәрібір 0 болып қала береді. Бізде жауап сонда 101 болады екен. Қараңыздар. 0,625 ондық жүйедегі екілікке айналдырған кезінде 0,101 болады екен. Екілікте. Қараңыздар, бағана біз бүтін сандарды айналдырған кезде артынан жоғары қарай санайтын тұғымыз. Яқта керісінше төбесінен астына қарай жазып шығамыз. 101 екілік жүйеде. Келесі мысалды қарастырайық, ол бізде 0,532. Бірінші мысалды қарап алыңыздар. Мына жақта бірінші мысалда бағана 0-мен бітіп қалды. Қазір екінші мысалды қарастырамыз енді. Нөл бүтін 532. Бағанағыдай сызық сызып аламыз. Содан кейін мынаны аламыз. 0,532 көбейтілген 2 тең болады бізде 1,64-ке. Сызықтың сол жағына, үтірдің сол жағындағы сан жазамыз, оң жағындағыларын жазамыз. Одан кейін 0,64-ті көбейтеміз 2-ге. Шығады бізде 0,128. 0,128 меға жазады. Келесі 0,128 азайды көбейтеміз 2-ге тең болады 0,256. 0,256. Енді қараңыздар. Мына жақта біз 2-ге көбейткен сайын бұл бәрібір бағанағыдай 0 болып бітпейді. Бұл ары қарай кете береді. 0,256, одан кейін 400, 512 деп кете береді. 0-мен аяқталмайды. Сондықтан осыны біз осы күйінде қалдырамыз, жуықтап қалдырамыз. Қараңыздар, сонда былайынан болады бұл сонда. 0,532 ондық жүйеде тең болады. Тең емес, мына жақта жуықтаған болады деп жазсақ болады. Тең болады деп жазсаңыздар болады. Негізінде жуықтаған деп жазу керек. Жуықтағанда 0,100-ге тең болады. Бұл екілік жүйеде. Бағана біз 0 деген сандарды айналдырып үйрендік қой. Енді мынандай жағдайда қалай айналдырамыз? Егер 30 бүтін, 10 бүтін деп келетін болса, мысалы біз мына мысалды қарастырайық. 30,125 деген. Ол үшін біз бірінші мына бөлікті бір талдап аламыз, сосын мына бөлікті екінші талдап аламыз. Қараңыздар. 30 бағана қалай айналдыратын едік? Екілікке 2-ге бөліп шығамыз. 2-ге бөлеміз. 15 2-ге көбейтеміз. 30 0 қалады. 15-ті бөлеміз 2-ге, 7-тен береміз, 14, 1 қалады, 7-ні бөлеміз 2-ге, 3-тен береміз, 6, 1 қалады, 3-ті бөлеміз 2-ге, 1 қалады. Енді осыларды санап шығайық. 1 бар, 1, 1, 1, тағы 1, 0, артынан бастап осылайынан санап шығамыз. Сонда бізде жауап мына жақта 30-ды айналдырған кезінде 1, 1, 1, 1, 1, 0 болады екен. Енді келесі біз 25-ті қарайық. 25-ті қалай айналдырамыз? 0,125 дегенде. Қараңыздар, 0,125. Ол қалай айналатын еді? Бағана біз осындай бір сызық сызып аламыз. Содан кейін 0,125-ті көбейтеміз 2-ге. Ол тең болады 0,15-ге. Сызықтың сол жағына, үтірдің сол жағындағысын жазамыз, оң жағындағысын жазамыз, 0,125. Одан кейін 0,15-ті мынаны көбейтеміз тағы да 2-ге. Ол тең болады 1-ге. 1, үтір 0 деп алсақ бар. 1, 0. Бізге мына жаға керек. 0, 1. Сонда бізде 0,125 тең болады екен 0,01-ге. Енді екеуін бірге жазған кезде ол былайынан жазылады. 30 125 тең болады. Ондық жүйеден екілікке айналдырғанда бірінші мынаны жазып аламыз міне. Ол бізде 1, 1, 1, 1, 0, үтір. Одан кейін мынаны жазамыз.
0, 1. Ондық жүйеде, не жақта, ондық емес, мына екілік. Екілік жүйеде осылайынан келеді екен. Келесі біздің үйренетін тақырыбымыз бұл міне бөлшек ретінде келген екілік жүйені ондыққа айналдыруды үйренеміз. Енді қараңыздар, ол үшін біз бірінші мына бүтін бөлікті бір талдап алуымыз керек, содан кейін мына жағын, бөлшек жағын бір есептеп алуымыз керек. Мысалы, бірінші мынаны талдап алайық. 1, 1, 0, 1. Дәрежелерін қойып шығамыз. 0, 1, 2, 3. Тең болады. Бірінші 3. 1 көбейтілген біз екілік жүйеден ауыстырып жатырмыз. Сондықтан 2-нің кубы плюс 1 көбейтілген 2-нің 2 дәрежесі плюс 0 көбейтілген 2-нің 1 дәрежесі плюс 1 көбейтілген 2-нің 0 дәрежесі. Ол 2-нің кубы тең болады 8, 8 көбейтілу 1, 8 болады, плюс 2-нің квадраты 4, одан кейін мынау 2-нің 1 дәрежесі 2, 0 мен көбейтілген кезде 0 болып кетеді, плюс 2-нің 0 дәрежесі 1, жауап 1 болады. Сонда мына жақта қосындысы 12, 13 болады. Келесі біз енді мынау 0,111-ді айналдырып үйренейік. Олай қараңыздар, бағана біз мынау бір бөлігін алған кезінде міне 0, 1, 2, 3 деп дәрежелерін қойып шықтық. Енді мына жаққа қарай, мына жаққа плюс болып кетіп жатса, былайынан. Енді мына жаққа қарай минус болып кетеді. Минус 1, минус 2 болады. Сонда 11 дегенді біз мына жаққа минус 1, минус 2 деп алады екенбіз. Содан кейін не? 1 көбейтілген 2-нің минус 1 дәрежесі қосылған 1 көбейтілген 2-нің минус 2 дәрежесі дейміз. Қараңыздар, енді 2-нің минус 1 дәрежесі деген қалай болады? 2-нің минус 1 дәрежесі дегеніміз ол 1 бөлінген 2-нің 1 дәрежесі 2 болады. Ал 2-нің минус 2 дәрежесі дегеніміз 1 бөлінген 2-нің квадраты 4 болады. Сонда мына жерде 2-ден 1 қосылған 4-ден 1 ортақ еселік бұл екеуіне 4 болады. Мынаған 4-ті 2-ге бөлетін болсақ 2, 1 болады. 2 плюс 1 тең болады 4-тен 3, ол тең 0,175-ге. Әне мынау бөлігі бізде 0,175-ге тең екен. Мына жағы 13 болады. Мынау 13 болады, мына жағы 75 болады. 0,175 болады. Сонда екеуін қосып жазған кезінде жауап болады екен 13-те 75-ге. Екілік жүйеде. Осылайынан шығарады екенбіз. Олай болса енді ұбт-дан 2 есепті алдық. Біріншісі міне 18-ші сұрақта келіпті. Осы 16-лық санау жүйесінде келген санды 10-дық және 8-дік санау жүйесіне алмастыру керек екен. Бірінші мына санды біз 10-дық санау жүйесіне ауыстырайық, одан кейін 8-дікке ауыстырамыз. Бірінші 10-дық санау жүйесіне ауыстырайық, міне B3, 16. Енді B дегеніміз бізде 11-ге тең. Ол қалай болады? Сонда міне 11, 3, 16 болады. Міне осыны біз 16-лық жүйеде келгенде 10-дыққа ауыстыру үшін мына жаққа біз дәреже жазып шығамыз. 0, одан кейін 1. Ол тең болады 11 көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі қосылған 3 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Ол тең болады бізде 176 қосылған 3. 16-ның 0 дәрежесі 1-ге тең. 3-ке 1-ді көбейтсеңіз 3-і. Осыдан 179 шығады. 179 бізде 10-дық жүйеде екен. Бізде 179 мен 2 вариант бар, А және С. Енді біз осы 179-ды алуымыз керек та 8-дік санау жүйесіне айналдыруымыз керек. Ол үшін не істейміз? Осы 179-ды аламыз да 8-ге маған бойынша бөлеміз. Ең бірінші 22-ден береміз. 22-ні 8-ге көбейтсек 176, 3 қалдық қалады. 22-ні тағы 8-ге бөлеміз. 2-ден береміз. 16 қалдық, 6 қалады. Бізде 8-дікке алмастырған кезінде қаншаға болады екен? Сонда 2, 6, 3 ол бізде 263 болады екен. 263 бұл 8-дікте. Сонда дұрыс жауап бізде С болады екен.
179 ондық санау жүйесі бойынша болады, және 263 сегіздік санау жүйесі бойынша болады екен. Келесі есеп бізде 27-ші сұрақта келіпті. Мына жақта жауаптардың барлығын қарасаңыздар, екілік санау жүйесінде келген екен. Сондықтан енді біз бірінші мынау әр қайсысын ондық санау жүйесіне ауыстырып алуымыз керек. Мынадан бастайық. 1473 16-лық неде тұр. Енді осыны ауыстыруымыз керек ондыққа. Дәреже қойып шығамыз. 0, 1, 2, 3. 1 көбейтілген 16-ның 3 дәрежесі қосылған 4 көбейтілген 16-ның 2 дәрежесі қосылған 7 көбейтілген 16-ның 1 дәрежесі қосылған 3 көбейтілген 16-ның 0 дәрежесі. Бұдан тең шығады бізде 16-ның 3 дәрежесі, барлығының осының қосындысы бізде 5235 шығады екен. Енді келесі мынаны 1478-дік санау жүйесінде келген, соны ондыққа ауыстырып алайық. 1400 мына жерде 16-лық, мына 8-дік не? 1473 8-дік 0, 1, 2, 3. 1 көбейтілген 8-дікке ауыстырғанда 8 қоямыз. 8-дің 3 дәрежесі қосылған 4 көбейтілген 8-дің 2 дәрежесі қосылған 7 көбейтілген 8-дің 1 дәрежесі қосылған 3 көбейтілген 8-дің 0 дәрежесі. Бұдан шығатын жауап бізде 827 шығады екен. 827 шығады. Енді қараңыздар, біз бетеміз. Мынау ондық дәрежеге келтіріп алдық қой. Бізде екі сан бар, бірінші мынау бізге тең болды 5235-ке, екіншісі 827-ге тең болды. Енді екеуін бір-біріне азайтып тастаймыз. Бізде шығады 4408. Енді осы санды бізде бұл ондық дәрежеде тұр, ондық санау жүйесінде тұр. Осыны біз екілікке ауыстыруымыз керек. Ол үшін 2-ке бөліп шығамыз. 2-ке бөлейік, 2204-тен келеді. 0 қалдық. Тағы да 2-ке бөлеміз. 1102-ден келеді. 0 қалдық. Келесі тағы 2-ке бөлеміз. Бұл кезде бізде 551-ден келеді. Қалдық 0 болады. 551-ді 2-ке бөлген кезінде 275-тен келеді. 275. Одан кейін 275-ті тағы 2-ке бөлеміз. Бұл кезде біз 137 болады екен. 274 болады. Қалдық 1 болады. 137-ні тағы да 2-ке бөлеміз. 68-ден келеді. Ол 136 болады. Қалдық 1. Енді осы 68-ді 2-ке бөлген кезінде 34-тен келеді. 68 0 болады. Қалдық. 34-ді 2-ке бөлген кезінде 17-тен келеді. Қалдық 0 болады. 17-ні 2-ке бөлген кезінде 8-ден келеді. 8-2 16. Қалдық 1 болады. 4. Қалдық 0. 4-ті 2-ке бөлген кезде 2. Қалдық 0. 2, 1, 2. Қалдық 0 болады. Енді осыны соңынан бастап басына дейін санап шығамыз. Ал кеттік. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Санап шығатын болсақ, кеттік. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0.
Енді осы жауап қайсысына келіп тұр бізде? Соңы 3-0 болады. Одан кейін 3-1, 2-0, 1, 3-0, 1. Жауап бізде аш болады екен, Неге? Біз артынан бастап осылайынан санап шықтық жаңа. Сабақ сізге пайдалы болған болса, онда комментарий жазып, лайк басыңыз, комментарийға әртүрлі ұнады деген сияқты смайликтер тастап кетіңіз. Мен енді осындай форматта әртүрлі тақырыптарға сабақтарды шығарып отыратын болам. Сол үшін арнаға міндетті түрде тіркеліп, келесі сабақта жіберіп алмаңыз.